Сәлем баршаға, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен 8 наурызға арналған цифр тортын дайындайтын боламын. Мен 2 торт дайындадым, бір торттың керек заттарын қалдырамын. Ең алдымен жұмыртқамызбен секерімізді салып, жақсылап көпіртеміз. Жұмыртқамыз осылай ағарып көпірілгеннен кейін шоколадымыз бен сармайды микроволновкада ертіп алып құямыз. Енді кезекте үстіне ұнымызды, какао разофитімізді араластырып, жайлап саламыз. Ұнымыздың екінші бір бөлігін салып тағы да миксерлейміз. Бізде осындай әдемі масса пайда болады. Пергамент қағазға цифрымызды осылай сызып аламыз. Сосын жайлап осылай жағып, бір тегіс қылып дайындап аламыз. Цифрларымызды осылай дайындап алып, алдын ала қызған 200 градус пеште 7 минутқа пісіріп аламыз. Творожный сыр мен сахарный пудраны миксерлеп алып, үстіне мұздай сливкімізді құямыз. Бізде өзінің формасын жақсы ұстайтын крем шолу керек. Тортымызды жинаймыз, осылай шарик қылып, барлығын жағып шығамыз.
Біздің тортымыз дайын, бетін қалауынша әрлейміз.